Бізде ыстық тамақ, қазірде көп құдалықтарға, туған күндерге, отбасылық мерекелерге жасалатын тағам. Қойдың етінен негізі өз қалауыңызға қарай сиыр етінен жасасаңыздар да болады. Бізге ол үшін бір табаққа 3 кило қойдың еті, пияз, сәбіз, зелень, кинза қосам мен. Егерде сіздер кинзаны ұнатпасаңыздар, укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Енді біз алдымен осылай қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қорып аламыз. Осылай қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Етімізді майда суын тартқанша қуырамыз, бұқтырамыз. Суын тартқаннан кейін барып, пиязын, сәбізін салып тағы қуырамыз. Етіміз су тартылғанша қуыру керек. Мінекей етіміздің суын тартты. Енді біз дайындап қойған пиязымызды, сәбізімізді, зеленімізді салып, араластырып, жақсылап қуырамыз. Қуырдаққа негізі тұздалған ет емес, свежий болса, сочный болады, етіңіз жұмсақ болады. Қазір кішкене тұз бұрышын салып жіберемін. Пиязымыз жұмсарғанша қуырамыз. Астын қатты қойып, пияз қуырып болғаннан кейін отын жай қойып, астын газын мен бұқтырамыз. Мен етім қуырылғанша мына жақта ішіне салатын картошкасын қызартырып қуырып аламын қазір. Неке алдын ала дайындап алдық. Картошкаларымызды осылай қызартып қуырып аламыз. Әдемі болу үшін және де қуырдағымызға салған кезде қалпын ұстап тұру үшін. Мына жақта етіміз пиязымен қуырылып жатыр. Пиязымыз қуырылды. Осылай қуырып алған картошкамызды бетіне саламыз. Картошкамызға кішкене тұз сеуіп жібереміз. Картошканың тұзы болмады ғой. Және де асты күймеу үшін мен аз ғана су құйып жіберемін. Және де осындай перестерді бетіне салып, астын басып, крышкасын жауып, картошкамыз, етіміз піскенше 1 сағатқа бұқтырып аламыз. Сірнеміз пісті, қуырдақ рожкамыз пісіп тұр. Қазір табаққа әдемілеп салып көрсетемін. Тарелкамызға осылай әдемілеп етімізді саламыз.